Сәлем оқушылар, бүгін 5-ші сыныптың жай бөлшектерді бөлу және аралас сандарды бөлу тақырыбын қарастырамыз. 607-ші есеп. 607-ші есептің біріншісін қарайық. 3-тен 1 бөлу 9-дан 1 десе, біз ең алдымен бірінші бөлшекті дәл сол күйінде жазамыз. Көбейту деп, мына екінші бөлшекке кері сан, яғни өзара кері сан, бұл 9-ды алымына, 1-ді бөліміне жазамыз. 1 мен 1 қысқарады, яғни екеуі де 1 болып қалады. 9 пен 3 қысқарады, екеуі де 3-ке бөлінеді. 3-ті 3-ке бөлсек 1, 9-ды 3-ке бөлсек 3. 3-ке 1-ді көбейтем 3, 1-ге 1-ді көбейтем 1. 3-ке 1-ді бөлсем 3-тің өзі шығады. Екіншісі, 8-ден 3 бөлемін 2-ден 1 десек, ең бірінші тұрған бөлшекті дәл сол күйінде жазамыз. Көбейту деп, мына екінші бөлшектің орындарын ауыстырамыз. 2 бөлімінде тұреді ғой, алымына жазамыз, 1 алымында тұр, бөліміне жазамыз. Енді мына жерде 8 пен 2 қана қысқарады, екеуі де 2-ге бөлінеді. 2-ні 2-ге бөлсем 1, 8-ді 2-ге бөлсем 4 болады. Енді алымында 3 пен 1 ғана тұр, 2-ін көбейтсем 3 болады. Бөлімінде 4 пен 1 ғана тұр, 2-ін көбейтсем 4 болады. Үшінші есеп. 9-дан 4 бөлемін 9-дан 8. 9-дан 4-ті жазамын, көбейту деп, мына екеуінің орындарын ауыстырам. 9-ды алымына, 8-ді бөліміне. Бірдей сандар екеу қысқарып кетеді. 1 болады, екеу де 9-ға бөлінеді. 4 пен 8 қысқарады. Екеуі де 4-ке бөлінеді. 8-ді 4-ке бөлсем 2, 4-ті 4-ке бөлсем 1. Алымында 1 мен 1 қалды, 2-ін көбейтсем 1, бөлімінде 2 мен 1 қалды, 2-ін көбейтсем 2. Келесі 4-ші тапсырма, 4-ші есеп 12-ден 1 бөлемін 6-дан 1. 12-ден 1-ді жазамын, көбейту деп, мына 2 алым мен бөлімін ауыстырамын. Алымына 6 кетеді, бөліміне 1 кетеді. 1 мен 1 қысқарып кетеді, 12 мен 6 қысқарады. 12-де 6-да, екеуі де 6-ға бөлінеді. 6-ны 6-ға бөлем 1, 12-ні 6-ға бөлем 2. Алымында 1 мен 1 қалды, 2-ін көбейтсем 1 болады. Бөлімінде 2 мен 1 қалады, көбейтсем 2 болады. Келесі 5-ші есепті қарастырайық. 5-ші есеп 5-тен 3 бөлем 25-тен 1. 5-тен 3-ті жазам, көбейту деп, мына бөлшектің орындарын ауыстырам. 25 алымына, 1 бөліміне. 25 пен 5 қысқарады, екеуі де 5-ке бөлінеді. 5-ті 5-ке бөлем 1, 25-ті 5-ке бөлем 5. 3 пен 1. 3 пен 1 қысқармайды енді. Так, 3 пен 1-ді қысқарта алмаймыз. Хорошо. 5 пен 3-ті көбейтсем үстінде 15 болады. Мынау 1 мен 1-ді көбейтсем 1 болады. 15-ті 1-ге бөлсек 15 болады. Мен сіздерге түсінікті болу үшін үсті асты деп айта берейін. Жалпы негізі алымы бөлімі деп сөйлеу керек. 6-шы есеп. 7-ден 2-ні бөлемін 7-ден 3-ке. Солай ма? 7-ден 2-ні жазам, көбейту деп, мына келесі бөлшектің орындарын ауыстырам. 7 алымына 3 бөліміне. Бірдей сандар қысқарады, сонда мынау 1 мен 1 болады. 2-ні 1-ге көбейтем 2, 3-ті 1-ге көбейтем 3. 7-ші есеп. 10-нан 1-ді бөлемін 10-нан 1-ге. Санды өз-өзіне бөлгенде негізі 1 болады, соны дәлелдейін. 10-нан 1-ді 10-нан 1-ге бөлгенде 1 болады, соны қазір дәлелдейміз. Қараңыздар, 10-нан 1-ді жазамыз, көбейту деп, мына 10 мен 1-дің орындарын ауыстырам. 10-ды алымына, 1-ді бөліміне. 10 мен 10 қысқарады, 1 мен 1 қысқарады, ең соңында 1 қалады. 8-шісі 4-тен 3 бөлемін 8-ден 5. 4-тен 3-ті жазам, көбейту деп, 8 пен 5-дің орындарын ауыстырам. Сонда 8 пен 4 қысқарады, екеуі де 4-ке бөлінеді, 4 4-ке бөлем 1, 8 4-ке бөлем 2. Алымында 3 пен 2-ні көбейтем 6, бөлімінде 5. Енді мынау бізде бұрыс бөлшек. Бұрыс бөлшекті біз аралас санға айналдыруымыз қажет, алмастыруымыз қажет. 6-ны 5-ке бағанда бөлген кезде 1 болады, 5 бірім 5, қалдық 1 қалдық қалады. Так, бізде шыққан бүтін санымыз бұл бізде 1. 5-ке бөліп жатырмыз, қалдық 1, үстіне алымына кетеді. Келесі 608-ші есеп. 608-ші есептен біріншісі 3 бөлу 9-дан 1. 3 көбейту дейміз, 9 пен 1-дің орындарын ауыстырам. 3-тің бөлімінде 1 бар деп ойлаймыз. 3-ті 9-ға көбейтсем 27, 27-ні 1-ге бөлем 27. Екіншісі 6 бөлу 11-ден 1.
6-ның бөлімінде 1 бар деп ойлаймын. Көбейту 11-ді алымына 1-ді бөліміне жіберем. Сонда 6 мен 11-ді көбейтем 66, бөлімінде 1, бізде 66 шығады. Үшіншісі, 4 бөлу 8-ден 3. 4-тің бөлімінде 1 бар, көбейтемін, 8 бен 3-тің орындарын ауыстырам. 8 алымына 3 бөліміне. Қысқаратын еш нәрсе жоқ. 8 бен 4-ті көбейтем 32, 3 бен 1-ді көбейтем 3. Енді мына жерде қараңдар, бұл бізде бұрыс бөлшек. Қайтадан 32-ні 3-ке бөлетін болсақ, бізде 9-дан келе ма? 10-дан келеді. 30 болады, 2 қалдық қалады. Сонда 10 бүтін 3-тен 2 болады. Төртіншісі, 5 бөлу 7-ден 5. 5 бөлімінде 1 бар, көбейту 7 мен 5-тің орындарын ауыстырам. 5 пен 5 қысқарады, 7-нің бөлі 1, 7-нің өзі қалады. Бесіншісі, 2 бүтін 7-ден 1 бөлім 15-ке. Мына аралас санымызды жай бөлшекке айналдырамыз. 7-ні жазам, 7 мен 2-ні көбейтем, оған 1-ді қосам, 15 болады. Бөлемін 15 бөлімінде 1-ге. 15 бөлімінде 7 көбейтуде орындарын ауыстырам. 15 пен 15 қысқарады, бөлімінде 7, алымында 1 қалады. Келесі бізде 6-шы есеп. Мында жаза берейін. 6-шы есеп 1 бүтін 9-дан 7-ні бөлемін 8-ге дейді. Бұны аралас санды айналдырамыз. 9-ды жазамыз, 9-ды 1-ді көбейтем, және 7-ні қосам, 16. Бөлемін 8 бөлімінде 1 бар. 16 бөлімінде 9, көбейту 1 бөлімінде 8. 2 қысқарады, 2 де 8-ге бөлінеді. Мынау 2 болады. 2 бірім 2 бөлімінде 9. 7-ші есеп 4 бүтін 2-ден 1-ді бөлемін 6-ға. 2-ні жазам, 2-ні көбейтіп 1-ді қосам, 9 бөлемін 6-ға. 2-ден 9 көбейту 1 алымына 6 бөлімін 2 де 3-ке бөлінеді. 6-ны 3-ке бөлем, так 2, 9 3-ке бөлем 3. Алымында 3 бөлімінде 4 қалады. 2, 2 өтем 4. Так, 8-ші есеп 5 бүтін 4-тен 1, қазір. 8-ші есепте 5 бүтін 4-тен 1 еді, бөлемін 7-ге. 4-ті жазам, 2-ні көбейтіп 1-ді қосам, 21 болады. Бөлемін 1 бар бөлімінде, алымында 7. Теңімді қойын, 21 бөлі 4 көбейту 1 алымына 7 бөліміне кетеді. 21 мен 7 қысқарады, 2 де 7-ге бөледі, мынау 3, мынау 1 болады. Сонда алымында 3 бөлімінде 4 болады екен. Келесі 609-шы есепті шығару үшін каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басып кетіңіздер. 5-ші сыныптың 609-шы есебі аралас сандардың бөлінісін есептеңдер. Ең бірінші есептен бастап көрсетейін. 3 бүтін 5-тен 1 бөлемін 2 бүтін 15-тен 2 болатын болса, ең бірінші біз мына аралас санымызды бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 5-ті жазамын, 5 пен 3-ті көбейтіп 1-ді қосам, 16 болады. Бөлу деп, келесі дәл солай 15-ті жазамын, 15 пен 2-ні көбейтем, және 2-ні қосамын. Оңай. Мына 2 санды көбейтеміз, және үстіндегі санды қосамыз. Енді келесі біз 5-тен 16 деп жазып аламыз да, көбейту деп мына 2 санның орындарын ауыстырамыз. Енді қысқаратындар 5 пен 15 екеуі де 5-ке бөлінеді, мынау 3 болады, 16 мен 32 екеуі де 16-ға бөлінеді, мынау 1, 16 16-ға бөлсек, 32-ні 16-ға бөлсек 2. Енді бізде жауабы алымында 3 бөлімінде 2. Бұны біз аралас санға қайтадан айналдыратын болсақ, 1 бүтін 2-ден 1 болады. Тексеріп көрейік, 2-ні жазам, 2 мен 1-ді көбейтіп 1-ді қоссақ 3 болады. Екінші тапсырма 1 бүтін 8-ден 7 дейді. И оны бөлемін 4 бүтін 6-дан 1-ге. 8 жазып 2-ні көбейтіп 7-ні қосам, 15 болады. Бөлемін 6-ны жазып 2-ні көбейтіп 1-ді қосам, 25 болады. Енді 8 бен 15-ті жазып, келесі санның орындарын ауыстырам. 6 алымына 25 бөліміне. 15 пен 25 қысқарады. 2 де 5-ке бөлінеді. Мынау 3, мынау 5 болады. 8 бен 6 қысқарады. 2 де 2-ке бөлінеді. Мынау 4, мынау 3 болады. Енді 3 пен 3-ті көбейтемін 9, 5 пен 4-ті көбейтемін 20. Келесі 3-ші есеп 6 бүтін 2-ден 1 бөлі 1 бүтін 7-ден 6.
Мына есепте бірінші тағы да 6-ны жазам, екіні жазам, екеуін көбейтсем, 1-ді қосам, 13. Бөлу дейм, 7-ні жазам, екеуін көбейтсем, 6-ны қосам, 13. 2-ден 13 көбейту 13-тен 7. Мынау мен мынау қысқарады, 7 бөлімде 2. Бұл бізде 3,2-ден 1-ге тең. Тексереміз. 2-ні жазам, 2 шым 6, 1-ді қосам, 7. Шықты ма? Шықты. Келесі есеп. 4-ші есеп былай бөліп тастайын. 4-ші есеп 6,3-тен 2 бөлемін 2,9-дан 7. 3-ті жазам, 2-ін көбейтем, 2-ні қосам, 20. Бөлемін 9-ды жазам, 2-ін көбейтем, 7-ні қосам, 25. Солай ма? Солай. Енді 3-тен 20-ны жазам, көбейту деп орындарын ауыстырам. 9 үстіне, 25 астына. 2 де 5-ке бөлінеді. Мынау 5 болады, мынау 4 болады. 2 де 3-ке бөлінеді, мынау 1, мынау 3 болады. 4 шым 12 бөлімінде 5. 2,5-тен 2 болады жауабы. 5-ші есеп. 5,11-ден 3 бөлем 2,11-ден 7. 11-ді жазам, көбейтем, қосам, 58. Бөлем 11-ді жазам, көбейтем, қосам, 29. Тең 11-ден 58-ді жазам, көбейту деп орындарын ауыстырам. 11 мен 11 бірдей сандар кетіп қалады деп сіздерге түсінікті тілде айтайын. 58 мен 29 екеуі де 29-ға бөлінеді. Мынау 1, мынау 2. Жауабы 2-ні 1-ге бөлгенде бәрібір 2 шығады. Келесі 6-ші есеп. 6-ші есепте 5,3-тен 1 бөлемін 3,9-дан 5. 3-ті жазам, көбейтем, қосам, 16 болады. Бөлемін 9-ды жазам, көбейтем, қосам, 32 болады. Солай ма? 3-тен 16-ны жазам, көбейту деп орындарын ауыстырам. Мынау менау екеуі де 3-ке бөлінеді, 3 болады. Мынау менау екеуі де 16-ға бөлінеді. Так, сонда 3 бөлімінде 2. Бұл бізде 1,2-ден 1. 7-ші есеп. 5,14-тен 5-ті бөлем 2,7-ден 1-ге. 14-ті жазам, 2-ін көбейтем, 60, 5-ті қосам, 65. Бөлем 7-ні жазам, 2-ін көбейтем, 14, 1-ді қосам, 15. Тең 14-тен 65-ті жазам, көбейту деп орындарын ауыстырам. 7 алымына 15 бөліміне. Екеуі де нешеге бөлінеді? 15-ке бөлінеді. Мынау 3 болады, мынау 13 болады. Солай ма? Мынау екеуі де 7-ге бөлінеді, мынау 2, мынау 1 болады. Сонда 13 бөлімінде 6, бұл 2,6-тан 1 болады екен. Келесі. Так, мында 8-ші тапсырма бар. 6,5-тен 2 бөлемін 1,9-дан 7. 5-ті жазам, көбейтем, қосам, 32. Бөлемін 9-ды жазам, көбейтем, қосам, 16. 32 бөлімінде 5, көбейту 9 бөлімінде 16. Мына 2 16-ға бөлінеді, 1, 2 болады. Сонда 2 мен 9-ды көбейтем, 18 бөлімінде 5. Бұл бізде 3,5-тен 3 болады. Түсінікті ғой, Келесі 610-ші тапсырма. 610-ның біріншісі. 5-тен 2 қосамын 21-ден 5 бөлем 1,7-ден 4. Ең бірінші мына жақшаның ішіндегі бөлшектерімізді қосайық. Қосу 21-ден 5. 5 пен 21-дің ортақ бөлімі бізде 105. Мынаған 21-ден берем, мынаған 5-тен берем. Енді алымдарын көбейтем. 21 мен 2-ні көбейтемін. Қосамын, мына 5 пен 5-ті көбейтем. Сонда 42 қосам 25 бөлімінде 105. Бұл бізде 67 бөлімінде 105. Келесі мынаны бұрыс бөлшекке айналдырам. 105-тен 67 бөлем 7, 2-ін көбейтем, қосам 11. Солай ма? 11. Енді қараңыздар, мына жерде 107-ден 65 көбейтемін 7 алымына бөліміне 11 кетеді. 105 қой мынау. Екеуі де 7-ге бөлінеді. Мынау 35 болады. Жоқ. 15 болады. 15 болады. Так, 15 пен 65 тағы қысқарады. Екеуі де 5-ке бөлінеді. Мынау үстінде 13 болады, мынау үстінде 3 болады. Сонда 13 алымына 3 пен 11-ді көбейтсем, 33 бөліміне кетеді. Келесі екінші тапсырманы қарайық. 11-ден 8 қосам 22-ден
3 бөлем 11-ден 5. Солай ма? Ең бірінші жақшаны орындаймыз. 11-де 8 қоссам 22-де 3. Бұлай, міне 22 мен 11, егер 22, ең үлкен сан 22 ғой. Мына келесі тұрған бөлшектің бөліміндегі санға бөлінетін болса, онда ортақ бөлім сол сан бола береді. Мына 22 ол үшін 1-ге көбейтем, 11 22 ол үшін 2-ге көбейтем. 8-ді 2-ге көбейтем, 16 қоссам 3-ге 1-ді көбейтем, 3. 22-ден 19. И мына сыртында көбейту деп 1-ден орындарын ауыстырып жіберейін. 11 мен 22 екеуі де 11-ге бөлінеді, 2 1 болады. Енді 19-ға 1-ді көбейтем 19, 5-ге 2-ні көбейтем 10. Бұл бізде 1,9. Келесі үшінші тапсырма. 1,12-ден 7 бөлемін 8-ден 3 қосамын 15-ден 2. 1,12-ден 7 бұл бізде 12, екеуін көбейтіп қосам 19. Бөлем мына үстіндегі санды орындап алайық. Так, 8-ден 3-ге қосам 15-ден 2. Ортақ бөлім бізде болады 90. Жоқ, 120. Мынаған 15-ден берем, мынаған 8-ден берем. Енді екеуін көбейтсем бізде 45 болады, иә? Так, астына жаза қойын. Қараңдар, мынау 120, екеуін көбейтсем 45 болады, қосам мына екеуін көбейтсем 16. 20-дан 61 болады. 12-ден 19, ә? Соң 20-дан 61. 61. 12-ден 19 көбейту деп 120 алымына 61 бөліміне кетеді. Мынау қысқарады. Екеуі де 12-ге бөлінеді. Мынау 10, мынау 1 болады. Алымында 190, бөлімінде 61. Сонда бізде тең болады 3,61-ден 7 болады. Түсінікті ма? Енді оқушылар қалған есептерді шығарып, менің жекеме жіберсеңіздер болады, болмаса өздеріңізде тексеріп көріңіздер. Және де менің 5-ші сыныптарға арналған онлайн курсыма жазылсаңыздар болады. Ол үшін WhatsApp номеріме жазыңыздар. Бүткіл 5-ші сыныптың тақырыптары қамтылады. Каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, тағы да сабақтар шығады.